Умра барысында адасып қалмас үшін мынаны ескеріңіз. Өзім білемділікке салынбау керек. Елде умраға дайындық сабақтарына қалмай қатысу керек. Жолбасшыны мұқият тыңдау керек. Қай жерде жүрсеңіз де, адасып қалған жағдайда топ болып жиналатын белгілі бір жерді тағайындап алыңыз. Тобыңыздан көз жасып қалмаңыз. Аласұрып, сасқалақтап ары-бері шапқылай бермеңіз. Адасқан жеріңізде тұрыңыз. Жолбасшы өзі тауып алады. Адасқан сәтте ең бастысы сабыр сақтаңыз. Сіз айдалада емес, қасиетті мекендесіз. Мойныңыздағы компания берген бейжікті әскерилерге, тәртіп сақшыларына көрсетіңіз. Олар жауапты адамдарға хабарласып, қонақ үйіңізді тауып береді. Топтан көз жасып қалсаңыз да, Аллаға дұға етуді тоқтатпаңыз. Дәл сіздің сол жағдайдағы күйіңіз дұғаларыңыздың қабыл болуына себепші болуы мүмкін. Себебі сіз сол сәтте шынайы дұға жасайсыз. Алла дұғаңызды қабыл етсін.